Жақында Ақтөбеде 2 бухгалтер миллионмен декретке шығару схемасын үшін 6 жылға сотталды. Іс материалдарында олардың бірі бұрынғы блогер, қазіргі депутат Дәулет Мұқаевтың декретке миллионмен атты курсын оқығанын көрсеткен. Түркістан облысында да осындай іс бойынша бір әйел сотталып, мемлекетке айтарлықтай шығын келтірген. Осыдан кейін қоғамда қолданушылар жазаланып жатыр, ал курсты үйреткендер неге жауапқа тартылмайды деген сауал жиі көтере бастады. Дұрыс айтасың, ол жерде енді қаймақ ішкен құтылып, қазан жалаған жазаланып жатыр. Жазаланып жатыр. Декретпен миллионы жалпы өзің байқайсың ба? Көп деген мемлекеттік осындай бағдарламалар шығатын болса, бір айлакерлер шығады. Кез келген жақта ол декретке миллионмен атты курсы заңды тікелей бұзбаса да көпшіліктің жалған схемаларға ұрынуына себеп болған үшін парламент депутаты Дәулет Мұқаевтың басы дауға қалып жатыр. Естіген шығарсың бұл ақпаратты? Ең бірінші бастаған осы депутат, осы кісінің курсынан естідік деген секілді сылтаумен көптеген күйе жағылып жатыр. Осыған қатысты сыни пікірлерді, жалпы айтылып жатқан барлық сынның барлығын Дәулет Мұқаев өзі жоққа шығарып отыр.